Бибісара Саубаева Ирина Булмага FIDE Women's Grand Swiss. C4 ағылшын бастамасы ATF6 ATF3 E6 AC3 B6 G3 піл B7 піл G2 C5. Рокировка піл E7 D4 CD вәзір D4 және D6. Бұл кірпі варианты деп аталады. Тура D1 рокировка B3 піл B2 және тура C1. Мынаның барлығы тікендері деп атайды. Енді шахматта осылай жобалап айтады. C8 ат E1. Мына піл деген осы уәзір қанатын жақсы қорғайды, соған байланысты айырбастап алғанымыз дұрыс болады. Бұлай ат негізгі орталыққа келді. Тура D8 уәзір E3 алдық және піл F6 алдық және уәзір F3. Мынау енді артта қалған сарбаз екен білесіздер. Тура C8 ат D3 бұл енді Капабланканың сүйікті аттарының бірі. Ат FD8 және Б A4. Мына B5-тегі торды бақылауға алу. A5 тура D2 H6 енді соңғы қатардың әлсіздігі болуы мүмкін. H4 уәзір B8 және E4. Бұл енді Геза Мороццийдің сүйікті жүрістерінің бірі. Мына D5-тегі торды бақылауға алу. D5 алдық және ат B2 алдық және ат C4. Мына атпен мына ат салыстыруға келмейді, өйткені мына ат деген мына жерге шабуыл жасап тұр. Ал ондай мүмкіндігі жоқ. Уәзір C7 уәзір E3 мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. D5 уәзір D4 ат E7 алдық және тура B8 0-28 деп тұр. Ат C4 бұл енді Каспаровтың сүйікті аттарының бірі. Алдық және тура A3 бұл енді Зигберт-Тараш ережесіне сәйкес артынан орналастырасыздар. Тура C4 ат D5 ат C6 8 аяқ ат B6 тура B4 алдық. Сонымен барлығы бір қанатта жүзеге асырылады. Патша қанатында енді көреміз. Мыналар енді бөлек кетті. Біз осы аралықта пайдалана аламыз ба? Шах A8 байлап тастадық. Тамаша байладық. C3 ат D8 ат D8 енді мына жерге де шабуыл жасап тұрмыз және мына жерге де шабуыл жасап тұрмыз. Ат B6 тура A6 былай және алдық. Бәрібір 0-18 деп тұр. Өйткені барлығы бір қанатта жүзеге асырылады. Бірақ қаралар деген өте мұқият болу керек, өйткені қателесетін болса жағдай қиын болады. D3 A8 F8 D8 және E6 көрейік. Жағдай қатты өзгерді ме? Жоқ, 0-12. F7 айырбастамаймыз, бізге өткені фигуралар керек болады. D8 шах, бұлай және тура D3. Бұлай тура E3, G4 және тура E2. Мына F2-дегі торды бақылауға алу. G8 A2, H7 G2, ат D4, ат негізгі орталыққа келді. G7 H5 енді түсінікті. Болашақта мына сарбаз өтетін сарбаз деп ұйымдастырайын деп тұр. Және F5-тегі тор керек болып тұр. D7 шах, былай, алдық және ат E6. Бұл енді өте қиын позиция, өткені мына өтетін сарбаз бар, ат бар, тағы сарбаз бар және тура бар. Жағдай жалпы қиын. Компьютер әлені 0.35 дейді, бірақ мен бұған сенбеймін. Былай, шах, A5, F5, F3. G4 тез арада ақырындап көріңіздер ме? Мына фигуралардың өзара үйлесімділігін байқасаңыздар. 0-0-2 деп тұр. Шын мәнінде 0-0-2 емес, ақтардың жағдай өте жақсы. Шах, былай, E6, A6 және тура B3. Міне осы жерде қателесті. Мына қомағалар қатарын бермеу керек еді. Ат E6 8 аяқ ат шах дейді, былай және ат D4. Тек қана мына жерді қорғап қана қоймай, және болашақта F5-ке келу мүмкін. D3, F5, патша F4, осымен ойын аяқталды, өткені басымдық өте үлкен және қалған бір талқылаудың қажет жоқ, өткені ақтардың басымдығы айқын. Осыны сіздер байқап тұрсыздар, болды, ат деген қолға түсті.